Бүгін біз осылай картоп қосып жасыл алынатын үй жағдайында дайындалатын лағман жасайтын боламыз. Бұл лағманның қамырын да қолдан созамыз, сондықтан мұқият видеоны қарап алыңыздар. Алдымен біз суымызға тұзды салып жақсылап араластырып алып, оны міндетті түрде електен өткізіп аламыз да, дәл осылай су құятын ортасын ашып алып, үстіне бір жұмыртқаны салатын боламыз. Және де жаңағы суымызды құямыз да, жақсылап қолмен қамыр илейміз, қыздар. Суды құйған кезде астына тұзы қалмау керек, сондықтан тұзды жақсылап ертіп алып, немесе араластырып тұрып құю керек. Осылай қамыр шығады, қамыр қаттылау болады, бетін жауып, кішкене 15 минутқа тындырып қоямыз. 15 минуттан кейін осылай жайып алатын боламыз. Қатты қағып жаюдың қажеті жоқ, где-то 1 сантиметр қылып жайсаңыздар болады. Өздеріңізге ыңғайлы етіп дәл осылай кесіп аласыздар. Қыздар, негізі лағман созғандағы сіздерге арнайы әдісті үйреніп алып, 2-3 мәрте созып шықсаңыздар, сіз сразу мастер болып шығасыз деп айта аламын. Себебі бұл жұмыс тек қана бір әдісті емес, қолдың ептілігін қажет етеді. Сондықтан көбірек жасаған сайын сіздің қолыңыздың ебі де жақсы бола береді. Кесіп алған қамырларымызды осылай қатты емес, кішкене дөңгелектеп, осылай ыдысымызға кішкене май құямыз. Көп май құюдың қажеті жоқ, өйткені қамыр қаттылау болғаннан кейін бір-біріне жабыса қоймайды, сондықтан майлап қою керек. Дәл осылай дөңгелектеп орап шығамыз, қыздар. Қамырды ең басты ұстанатын қағида, қамырдың беті міндетті түрде жабық тұру керек, және де қамырмен әдемілеп жұмыс жасау керек, қолдың икемділігі қажет. Дәл осылай екінші мәрте созған кезде осылай ирелектеп қолмен созып шығамыз да, ал үшінші мәрте созған кезінде екі қолмен дөңгелете отырып созып шығамыз. Міндетті түрде қолыңызды қимылдатып дөңгелете отырып созу керек, сол кезде домалақ болып шығады. Ал егер де сіз қолыңызды біркелкі ұстайтын болсаңыз, ол кезде қамырыңыз 4 бұрышты болып қалады. Ал ең соңғы этапта дәл осылай алып, қамырды столдың үстіне ұрып жіңішкертіп алсаңыздар болады. Жаңағы айтқандай, міндетті түрде қамырдың беті пленкамен жабылып тұру керек. Егер де жабылмай қаясып қалатын болса, сіздің қамырыңыз үзіліп кетеді. Қайнап тұрған суға, осы дайын болған лағманды тұзды суға салып аламыз да, көтеріліп үстіне шыққан кезде болды, ала береміз, лағманымыз дайын. Кішкене майлап қоя саламыз. Ал подливы өз қалауыңыз бойынша кәдімгі етті соя қосып қуырып алып, үстіне чеснок, пияз салып, оларды да қуырамыз. Үйде осылай редька, сәбіз деген нәрселер біреулер қосады, біреулер қоспайды. Капуста қосамыз. Капуста міндетті түрде пекинский қосыңыздар, сонда дәмі әдемі шығады. Томатты және де паприканы қостым мен бұл жерде. Қара бұрыш, қызыл бұрыш қоссаңыздар да болады. Кейін болгар бұрышының менде қатырылған түрі, морозильникте сақталған түрі болды. Сіздер кәдімгі свежийін қолдансаңыздар да болады. Жақсылап қуырып аламыз, және де мен картошка қостым. Бала-шаға овощиді жақсы жемейтін болғандықтан мен үнемі осылай картоп қосып дайындаймын. Картопты да жақсылап салып қуырып алсаңыз, дәмі әдемі болып шығады. Кейіннен үстіне су құятын боламыз. Өзіңізге ұнайтын приправаны тұз бұрышында құйып салып алсаңыздар болады. Осы уақытта, егер де сойру жасайтын болсаңыздар, суын аз қосып, ең соңында пісуіне аз қалған кезде сельдерей мен чеснокты тағы сап жіберіп ұсына бересіздер, қыздар. Міндетті түрде жасап көріңіздер, ас болсын.